Күнделік кезектегі үй тапсырмасының нормасынан асып кеткендігі және қай күні нормадан асқандығын бүгінгі видеода айтатын боламын. Видео ұнаса каналға жазылып лайк баса кетіңіз. Сіздердің алдарыңызда тұрған күнделік кезектегі нормадан асқан күндер. Яғни қарап тұрсаңыздар, барлығы сандар бірдей тұр. Бұл жерде мысалы 7-ші Б сыныбында 113 және мына жақта 113 деген, одан кейін 9Б-да 130 деген сұр түспен белгіленген. Демек, сұр түспен белгіленіп тұрса, сол күнгі берген үй тапсырмасы нормадан асып кетті деген сөз. Ал нормадан асқандығын қалай көретін боламыз? Ол үшін күнделік кезекті ашқаннан кейін есептер бөліміне барамыз. Есептер бөлімінде мінеки үй тапсырманың орындау уақыты деп тұр. Осында мектептікін көрсеңіз де болады, және де өзіңіздің сыныбыңыздікін де көрсеңіз болады. Немесе пән мұғалімі болсаңыз да осы жерден қажетті сыныбыңызды ашып көре аласыз. Мына жерде уақыт аралығын өзіңіз таңдауға да болады. Одан кейін өзіңізге қажетті сыныпты таңдайсыз. Мінеки, мен 11-ші сыныпты таңдадым. Ешқандай пәнде ондай нормадан асқан сабақ жоқ. Ешқандай сұр түспен боялып тұрған жоқ. Үй тапсырмасының нормасын асқан аспағандығын осы жерден көруге болады. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса каналға жазылып лайк баса кетуді ұмытпаңыз.